важнейших статей Экологиялық кодекстің экологического маңызды кодекса баптарының бірі ең озық қолжетімді технологияларды енгізу болып табылады. Өнеркәсіптің ең озық қолжетімді технологиялар қағидаттарына келу үшін өнеркәсіптік кәсіпорындардың кешенді технологиялық аудитінің нәтижелері топ 50 деп аталатын кәсіпорындардың негізгі ластағыштары негіз болатын озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтарды әзірлеу қажет. Комитет ұсынған тізімге сәйкес жылу және электр энергиясын өндіру, химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру, шикі мұнай өндіру және қайта өңдеу, тау-кен металлургия кешені және тағыда басқа түрлі салалардағы 50 кәсіпорын аудитке түседі. Яғни бұл 50 кәсіпорын міндетті болып табылады және 2025 жылы 1 қаңтарда олар ең озық қолжетімді технологиялар қағидатына көшуге және толық экологиялық рұқсат алуға міндетті. Кешенді технологиялық аудиттің мақсаты кәсіпорынның ағымдағы технологиялық жай-күйін, сондай-ақ кәсіпорындарда қолданылатын қоршаған ортаға теріс антропогендік әсерді барынша азайтуды болдырмауға бағытталған ең үздік тәсілдерді, әдістерді, процестерді бағалау болып табылады. 50 кәсіпорынды халықаралық және ұлттық сарапшылар тобы аралайды. Кешенді технологиялық аудит бізге өнеркәсіптің ең маңызды дайындығын, ең жақсы қолжетімді әдістер қағидаттарына көшуін бағалауға, сондай-ақ кәсіпорындарда озық ресурс және энергия үнемдейтін қалдықсыз технологияларды енгізуді анықтауға мүмкіндік береді. Және Ресей Федерациясының еуропалық стандарттарының аналогтары бойынша анықтамалық әзірлеу кезінде объективті бағалау ретінде қызмет етеді. Кәсіпорынның кешенді технологиялық аудиті біздің ойымызша негізгі міндеттерді анықтауға мүмкіндік туғызады. Бұл қоршаған ортаға теріс әсерді болдырмау және азайту үшін қажетті және ең озық қолжетімді технологиялар бойынша қорытындылардың негізіне жататын технологиялық көрсеткіштер мен экологиялық жағдайларды айқындау. Осылайша кәсіпорын кешенді технологиялық аудитке неғұрлым көп қатысса, кәсіпорындардың өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, меншікті немесе концентрациялық көрсеткіштерді есептеу үшін технологиялық көрсеткіштерді саралау соғұрлым жақсы болады. Кешенді технологиялық аудитті жүргізу қорытындысы бойынша біз концентрация көлемін, маркерлік заттардың химиялық құрамын, енгізілген ең озық қолжетімді технологиялар өнімінің бірлігіне жұмсалатын шығынды және оларды енгізуден қол жеткізілген әсерді айқындай отырып, ресурстың нақты деңгейін ескере отырып, іс жүзіндегі миссиялардың барлық түрлерін көрсетіп, ақпарат алуды жоспарлап отырмыз. Эмиссия көлемінің төмендеуін, ресурстың сыйымдылығын және енгізілген ең озық қолжетімді технологиялар ағымдағы баланстық құнының жалпы көлемін, сондай-ақ инвестициялардың болжамды көлемін, енгізудің болжамды мерзімдерін ескере отырып алынған. Деректердің қорытындысы бойынша біз салалық есеп әзірлейтін боламыз. Ол ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтарды әзірлеу үшін негіз болады. Яғни тұтастай алғанда егер қарасақ, ең озық қолжетімді технологиялар бұл қалдықтарды жоюдың белгілі бір технологиялары ғана емес, бұл ең бастысы антропогендік әсерді, қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған әдістер, ең жақсы тәжірибелер мен шешімдер жиынтығы. Бұл шығарындылар мен су төгінділерін азайту, бұл қалдықтарды кәдеге жаратудың ең жақсы технологияларын басқару және тағы да басқалары. Яғни, ең бастысы қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету бойынша нәтижелерге қол жеткізу. Мұндай құжат ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалығы. Бұл жаңа құжаттардың бірі. Оның мақсаты ең жақсы қолжетімді әдістерді енгізу және белгілі бір сала үшін тиісті сапа стандарттарын белгілеу болып табылады. Анықтамалықтың алдын ала құрылымы нақты саланың дамуы туралы өндірісте дәстүрлі қолданылатын процестердің технологиялық сипаттамасынан, шығарындылар немесе төгінділер, қалдықтардың пайда болуы, өндіріс циклі бойында шикізат пен энергияны тұтыну туралы мәліметтерден тұрады. Дефекация кезінде қолданылатын технологиялар, сондай-ақ ықтимал экологиялық артықшылықтарды бағалау, экономикалық көрсеткіштер, ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстардың немесе өнеркәсіптік жұмыстардың ең жаңа технологиялары туралы қолданылатын мәліметтер. Тұтастай алғанда ең озық қолжетімді технологиялар жөніндегі анықтамалықта қоршаған ортаны кешенді қорғауды қамтамасыз ететін салада қолданылатын технологиялық, техникалық және басқарушылық шешімдер туралы жүйелендірілген мәліметтер көздері қамтылатын болады.
Экономикалық ынтымақтастық ұйымы елінің тәжірибесіне сәйкес ең озық қолжетімді технологиялардың басты қағидаттарының бірі өнеркәсіптік кәсіпорындар, ғылыми ұйымдар, мемлекеттік органдар және қоғамдық экологиялық ұйымдар өкілдерінің барлық мүдделі тараптарының мүдделеріне қол жеткізу болып табылады. Анықтамалықтар болмаған жағдайда, сондай-ақ дайындық кезінде олар туралы айтылған барлық мүдделі тұлғалармен кезең-кезеңмен талқыланатын болады. Ең озық қолжетімді технологиялар бойынша анықтамалықтарды қайта қарау тиісті анықтамалықтың алдыңғы нұсқасы бекітілгеннен кейін әрбір 8 жыл сайын жүзеге асады. Тек қана қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету, ресурсты қажетсінуді арттыру және ғылыми технологиялық дамуды, экономикалық қолжетімділік деңгейін арттыруды ескере отырып, еліміздің жасыл экономикаға және төмен көмірсутекті дамуға көшуіне ықпал ету мақсатында. Ең озық қолжетімді технологиялар бойынша қорытындыны үкімет ең озық қолжетімді технологиялар жөніндегі анықтамалықтардың негізінде бекітетін болады. Онда қорытындылар, олардың сипаттамасы, эмиссия деңгейлері ең озық қолжетімді технологияларды қолданумен байланысты. Объектіні пайдаланудың қалыпты жағдайларында қол жеткізілетін миссия деңгейлерінің диапазоны немесе озық қолжетімді технологиялар қолданумен байланысты өзге де технологиялық көрсеткіштер, оның ішінде энергетикалық, су және өзге де ресурстар тұтыну деңгейі көрсетіледі. Ең озық қолжетімді технологиялар принциптеріне көшу бұл уақытпен реттелетін өнеркәсіптік және экологиялық саясаттың синергиясына, сондай-ақ экономикалық тиімділіктің жоғарылауына және қоршаған ортаға теріс әсерінің төмендеуіне әкелетін сөзсіз процесс. Снижению негативного воздействия на окружающую среду.